Ассалаумағалейкум. Мынау осындай тандыр пеш қой, тандыр пеш қолдан жасалынған. Көп адамдар біле білмейді. Осымен тауық пісіруге болады. Сол үйде ақырындап жасап қойғам. Қазір Алла қаласа пісіріп көрейін деп жатырмын тауықты. Отын салу керек. Негізі отынды енді қанша бір 5-6 тауық пісіру үшін мынаған сияқты 5-6 тауық. Бочкадан жасалынған ғой. Мынау кірпіш. Қызыл кірпіш кәдімгідей. Сар топырақпенен жабыстырып жасай салуға болады. Енді 5-6 тауық пісіру үшін мынаны толтырады екен отынменен. Сөйтіп барып қыздырып, қазір көрсетем ғой қыздырған кездерінде. Жақта отын жатыр. Мына төбесіне крышкасы. Қазір тауықтың астына мынандай табақ қою керек. Мынаған картошка салып қойса болады, күріш салып қойса болады. Мен картошка салайын деп жатырмын. Өзі тауықтың тамшылаған майы менен нетеді, піседі. Өзі 20 жарты сағатта піседі ғой тауық. Сол мынаны бірақ темірменен байлап, үстіп іліп қою керек қой тауықтың астына. Осындай. Мына жерде біздің кішігірім қазандық бар.